Бәріңізге сәлем. Бүгін лапша в сливочном соусе жасайтын боламыз. Бірінші пиязымызды салып қуырамыз. Одан соң чесногымызды салып бірге қуыратын боламыз. Және де болгар бұрышын салып араластырамыз. Одан соң кабачок. Негізі продуктыларды өздеріңіздің талғамдарыңызға қарай алмастырсаңыздар болады. Және де помидор араластырып аламыз жақсылап. Ал енді приправа, менде макаронға арналған. Жақсылап қуырып алғаннан соң томатымызды салып, тағы да қуыратын боламыз. Одан соң шпинат. Ал енді сливки немесе сүт құйсаңыздар болады. Енді лапшамызды пісіріп алып, осыған салып, жақсылап араластырамыз. Міне 10 минутта жасалатын тағамымыз дайын. Ас болсын. Ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер. Мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Күн сайын жаңа рецептермен бөлісіп тұратын боламын.